Сіздермен құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны толық көрмес бұрын алдымен каналыма тіркеліп кетейік. Мен бүгін сіздерге сабақта пайдаланатын әдіс-тәсілдерді ұсынатын боламын. Оны ашық сабақта болмаса жай күнделікті сабағыңызда оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында қолдануыңызға болады. Олар кезбе тілші әдісі, каллиграмма, тарсия және веер немесе желпуіш әдісі. Кезбе тілші әдісін өткен сабақты бекітуге, жаңа сабақты бекітуге қолдануға болады. Онда әр топтан бір-бір тілші шығып, оқушыларға кезек сұрақ қояды. Яғни өткен тақырып бойынша бір оқушы барлық балаға сұрақ қойып шығады. Сосын әр топтан келесі тілші шығып, өзінің тақырыбы бойынша сұрақтар қойып шығады. Келесі тарсия әдісінде оқушыларды өткен сабақты, жаңа сабақты бекітуге қолдануға болады. Қағаз қиындыларына сұрақтар мен жауаптар жазып, олардан фигура құрайтын болады. Сұрақ пен жауапты үйлестіріп құрайды. Келесі каллиграмма әдісін қазақ тілі әдебиеттік оқу сабақтарында және жоғары сыныптың осы пәндерден қолдануға болады. Бұл әдісті жаңа сабақта меңгертуге пайдалануға болады. Балалар берілген сөйлемді тізбек бойынша суретке жазып шығады. Желпуіш немесе веер әдісін кез келген сабақта қолдануға болады. Өткен сабақты, жаңа сабақты бекітуге бір оқушы сұрақты жазса, келесі оқушы оның жауабын жазып, сол арқылы жалғаса береді. Сіздерге осы әдісті қолдануға кеңес беремін. Сабақтарыңыз қызықты өтсін. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдырып кетейік.